Сәлеметсіздер ме? Мен Айман Омарова. Бүгін 1 ақпан 2023 жыл. Өздеріңіз естіп жатқан шығарсыздар. Осы жаңа Мираш Бекболдың өлімі туралы суицид деп тергеп жатыр деген. Сонан соң тағы да мәліметтерді айттым, кешеден бері айтып жатырмын. Сот молекулярлық сараптама жасаған, қосымша сараптама, комиссиялық сараптама. Сол сараптама бойынша 3 ер адамның шәуіті табылған, және де тағы да 2-ден астам адамның шәуіті бар деп жазылған. Және де сол сараптама бойынша, сол сараптаманың қорытындысы бойынша 3 адам нақты анықталған. Нақты анықталған болса да, сол жаңа тергеушіміз, тергеу тобының басшысы Қарағұлов деген, оларды қамаққа алмай отыр. Және де жаңағы 2-ден астам деген тұлғаларды іздемей, зерттемей отыр деп айтқанбыз. Енді қазір мен Қарағұлов мырзаға, тергеушіге, сол тергеу топтың басшысына телефон шалдым. Телефон шалсам, ол маған айтады: біз істі енді әлі сотқа жібермейміз, біз енді істі дейді қайта тергеп жатырмыз. Сол үшін мен дейді тергеу барысында, сол тергеу болып жатыр ғой енді, қайтадан қосымша молекулярлық генетикалық сот сараптамасын тағайындадым дейді. Сонан мен сұрақ қоям: сіз қашан тағайындадыңыз дедім. Сөйтсем айтады: 30 қаңтар күні дейді. Сонан соң мен айттым: сонда сіз сот сараптамасын жіберіп қойдыңыз ба дедім. Ана жерде басында сот сараптама болғанда 34 адамды ғана тексерген ғой. Жәбірленушіні Мираш Бекболды және 34 адамның жаңағы биоматериалдарын алып, биоматериал дегенде солардың жаңағы анализдерін алып тексерген болатын. Соның ішінде жаңағы 3-і нақты көрсетілген, және де тағы 2-ден астам деп тұр. Енді басқалар қайда дедім. Ол жерде 70-тен астам адам болған. Олардікі неге тексерген жоқсыз деген ғой. Енді қазір ол айтады: мен дейді жібердім дейді. Тағы да сот сараптамасына осы 30 қаңтар күні жіберіпті. Енді сұрақ: егерде ол 30 қаңтар күні сондай қаулы шығарса, неге бізді жәбірленуші тарапынан ешкімді таныстырған жоқ? Мен сұрадым, ана бұрынғы адвокаты болған ғой, оны да таныстырмаған ғой. Оның қазіргі таңда ол мені жалдаған нақты баланың әкесі айтқан, оған звондап айтқан болатынмын, бізде басқа адвокат болады деп. Сөйтсе ол қазіргі таңда жаңа тергеушінің айту бойынша ол ешкімді де таныстырмаған, және жаңағы жәбірленушінің әкесі Досбол Қожахметов оған да телефон шалып біраз айтпаған. Кел, таныс деп айту керек қой. Ондай да болмаған. Сөйтіп өздері жібере салса керек. Енді 274-ші бапта нақты қылмыстық процестің кодексінде жазылған, кімнің қандай құқы бар? Бізде таныса аламыз, бізде сұрақ қоя аламыз, бізде егерде наразылығымыз болса, наразылығымызды көрсете аламыз ол жерде. Сөйтіп бұлай жылдам тағы да сот сараптамасын жасап жатыр. Біз ойлаймыз, мүмкін тағы да біреуді жасырып жатыр ма деп. Неге? Бұл тергеуші, нақты тергеу тобының бастығымын деп отыр. Сол осындай нақты табылған кезде, 3 адамның шәуіті табылған кезде, неге оларды қамаққа алмайды? Сол үшін біз әрине ол кісіге сенбейміз. Соны сіздерге мәлімдеме ретінде жасап отырмын. Себебі бұл жерде нақты тек қана бұл мәселе тек қана Мираштың мәселесі емес. Бұл қазір армиядағы жігіттердің мәселесі, және де біздің болашағымыздың мәселесі. Бұған қалай болса солай қарау деген болмайды.